Баршаңызға қайырлы күн. Менің гүл сүйер сүйікті оқырмандарым. Мен сіздермен бүгінгі гүлді үйде қалай күтім жасау керегін осы видеомда айта кетемін. Гүл өсіруші құрметті ханымдар, сатып алғаннан кейін 1-2 ай уақыт өтпей жатып ол сола бастаса, оның себебі дұрыс күтім жасалмағанын екенін айтады. Демек, жарықтың дұрыс түспеуі, гүлдің табиғатына сай орында тұрмауы немесе суаруы қандай да бір қателіктің орын алғанын біледі. Ал егер алған гүліміздің 2-3 ай уақыттан кейін сола бастағанын байқасаңыз, оның себебі зиянкестердің пайда болуында немесе гүл отырғызғанда топырақтың құнарсыздығында. Жапырақтардың түсіп сарғайып, қолға алақанға салып қысқанда сыңғырлаған дауыс шығарса, судың жетіспеуін білдіреді. Сондықтан гүлді топырағы құрғағанда бірден суарғаныңыз дұрыс. Ал суарғанда құтының түбіндегі ауа өткізуші ұсақ тесіктерден су ағып шыққанша құйған жөн. Бастысы жылы маусымдарында қарай бөлме гүлдерін суару жиілігі де әртүрлі болатынын естен шығармаңыз. Егер бөлмеде кондиционер немесе жылытқыш құрал қосылып тұрса, топырақтың тез құрғайтынын ұмытпаңыз. Сарғайған жұмсақ жапырақ нені білдіреді? Бұл судың шамадан тыс көп құйылғанын аңғарамыз. Топырақтың түп жағын қарап, егер ол тым сулы болса, гүл суару уақытын дұрыс белгілеу керек. Яғни, бұрын күнделікті суарып, ендігі уақытта күн ара немесе 2-3 күнде бір суару керек. Жапырақтың бұлай сарғаймауы үшін дұрыс суарудың маңызы мол. Сонымен бірге, гүл құтысының астында ауа өткізуші ұсақ тесіктері болу керек. Оны жарық гүлдер тікелей жарық түскен жақта жақтыра бермейді. Жел өтуі. Гүлдер жел өтетін тұрып қалмау керек. Яғни, сквознякта тұрып қалмау керек. Жылы дымқыл топырақ пен суы жел гүл тамырын тез өшіртіп жібереді. Жайлы орын. Гүл егілген құмыраның, теледидардың, музыкалық орталықтың және сол сияқтылардың жанына қоймауыңыз абзал. Онда вибрация гүлге кері әсері бар. Салмақ. Жапырағы үлкен бөлме гүлдері төменге, еден үстіне қоюға тырысыңыз. Салмағын көтере алмай, мұрт сынып кетуі мүмкін. Суару. Гүлді таңертең суарып отырыңыз. Бұл қолайлы уақыт. Әрине, сатушының кеңесіне де құлақ асқаныңыз жөн. Ауру. Гүлдердің жапырағы бірден қурап, сынғыш келсе ауруға шалдыққан. Ол жағдайда мамандардың көмегіне сүйеніңіз. Гүлдерді аз-аздан жиі емес, керісінше топыраққа барынша сіңіп, тамырына жететіндей етіп, бір рет қана суарған дұрыс. Аз ғана себілген су тамырға жетпей, бүкіл еңбегіңіз зая кетуі мүмкін. Керамзит, яғни дренаж, гүлдің түбіне салынатын дренаж жүйесі. Түбек түбіне жақсылап салсаңыз, топырақ түбіне су жиналу, көгеру, тамыры шіру болмайды. Әрине, бөлмеде жайқалып өсіп тұрған гүлдерге жанарыңыздың тігін өте тамаша әсерге бөлеп аласыз. Әдемі бөлме гүлін көрсеңіз, демек оның баптаушысы күшті. Гүл өсіруге келгенде ерінбейтін ынталы адам болғаны жақсы. Әсіресе жылдар бойы бөлме гүлдерін өсіріп келе жатқан жан гүлдің қай кезде бүршік шашып гүлдейтін топырақтың құрамын, суаруға тәсілін бөгде шүйегесіне дейін айтып бере алады. Яғни, қай кезде құнарландыру керек. Бөлме гүлін өте баяу өсетін болса, сабақтары әлсіз, майысқақ болса,
жапырақтары тым ұсақ солғын бүрсіп түсіп қала берсе, гүлденуі кешіктірсе, жапырақ бетінде сары дақтар пайда болса, оның сіздің үйдегі гүлдің топырағын құнарландыруға тура келеді. Бұл күтімнің жоқтығын білдіріп қоймай, тез арада тыңайтқыштарды пайдалану керек деген. Қандай тыңайтқыштар қолданған жөн? Әңгімеміздің басында сіздердің назарларыңызға 9 түрлі құнарландырғыш түрін атап шығамын. Яғни, біріншісі қант. Естігеніңіз қант, кәдімгі шайға қосылып ішетін қант. Оның қандай пайдасы бар деп отырған боларсыз. Химия сабағында еске түсіріп көріңіз. Қант жеміс-жидек пен глюкоза тез ыдырайды. Глюкоза өз кезегінде өсімдіктің өміршеңдігін, еркін ауа мен тыныс алуын қамтамасыз етеді. Расында айтады, глюкоза кәдімгі көмір қышқыл газымен біріккенде ғана нәтижесін береді. Егер глюкозаны тек өзін қолданатын болсаңыз, гүл топырағында әрқандай зиян басып көгеріп кетуі мүмкін. Сонымен, бір ас қасы қантқа 0,5 литр таза су құясыз, жақсылап араластырып гүлді ақырын суғарып шығыңыз. Мұнда айына 1 рет қайталайсыз. Жиі суарудың керегі жоқ, зияны тиеді. Құмшекердің орнына дәріханадағы глюкозаны қолдансаңыз да тиімдірек. Ол үшін 1 таблетка дәріге 1 литр су құйып араластырып, бұл да айына 1 рет қана қайталанатын процесс. Ендігі кофе. Гүлді жақсы құнарландыра алады. Ол үшін уақыт бөліп арнайы тыңайтқыш дайындаудың қажеті жоқ. Әшейін ішіп болған шыны аяқ кофенің соңында қалған қойын сыртқа төгіп тастамай, гүл түбіне шашып жіберсеңіз болады. Соның арасында топырақ босайды және жеңіл қопсытылады. Нәтижесінде оттегі көбейеді. Кофені барлық гүлдер ұнатады. Тек бөлме гүлдер ғана емес, бақшадағы өсіп тұрған гүлдерге де пайдалансаңыз болады. Гладиолус, лилия, раушанның барлық түрі гүлдеріне емін-еркін кофені пайдалана аласыз. Байқап жүрген боларсыз, кейде кофенің орнына шайдың қалдығын төгіп жататындар да бар. Бірақ оның зияны жақтыратын гүлдер бар, жақтырмайтын гүлдер бар. Шайдың самасы топырақтың босатады, дегенмен ондай ұсақ шыбын шіркей үйір болатын естен шығармаңыз. Кәдімгі цитрусты жемістер. Білсеңіз, мамандар апельсин, банан қабықтарын тәп-тәуір тыңайтқыш бола алады. Ол үшін сыртқы қабығымен қосып, ұсақтап тураймыз да 1 литр банкеге салып, қайнаған ыстық суды толтыра қоямыз. Бетін жауып толық 1 күн қоямыз. Келесі күні суды төгіп, әлгі жемістің сыртқы қабығын аршып алып тастаймыз да ішінде қалған жемісін қайтадан банкіға салып, тағы 1 литр сумен толықтырамыз. Міне дайын болған жемісті суы. Енді кез келген түбектегі гүлді суара аласыз. Бананды да дәл осылай қайталай аласыз. Ендігі көмектесетін неміз күл. Көптеген адамдар күлдің пайдасын біле бермейді. Онысы бекер. Күлдің құрамында калий, фосфор, магний, кальций, темір және цинк бар. Ол үшін гүлдің топырағына күлді араластырып, ескі болғанда араластырып, сонымен қатар 1 ас қасық күлге 1 литр су құйып, суарып тұрсаңыз да болады. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеомда гүлдерді қалай қоректендіру керек, қалай отырғызу керек, қалай суғару керек және басқа да видеолармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.